Мақта қыз бен мысық. Екеу дос болып жүреді. Мысық, мақта қыз. Мақта қыздың жақсы көретін мысығы болған екен. Бір күні мақта қыз үйін жинап жүрсе, бір мейіз тауып алады. Бөлісіп жемек болып, мақта қыз мысығын шақырады. Мысығым, мысығым, ау, мысығым! Шақырады, келмейді, шақырады, келмейді. Мақта қыз мысығын шақырғанға келмеген соң, мейізді өзі жеп қояды. Мақта қыз, мені неге шақырдың? Мысық сүтті төкті. Ал мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алды. Маған сүт бер! Мысық сиырға барады. Сиыр, маған сүт берші. Сен маған жапырақ бер. Мысық ағашқа барады. Ағаш, маған жапырақ берші. Сен маған су бер. Мысық қыздарға барады. Қыздар, маған су беріңдерші. Сен бізге сағыз бер. Мысық дүкенге барады. Дүкенші, маған сағыз берші. Мысық, сен маған жұмыртқа берші. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші. Сен маған дән бер. Мысық тышқанды ұстап алады. Тышқан, үйінде не бар? Маған бер. Үйімде дән бар. Тышқан, рахмет саған. Мысық дәнді тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Рахмет, тауық. Жұмыртқаны дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Рахмет, дүкенші. Сағызды қыздарға береді. Ал қыздар су береді. Суды ағашқа береді. Ағаш жапырақтар береді. Ағаш, рахмет саған. Жапырақты сиырға береді. Сиыр сүт береді. Сиыр, рахмет саған. Сүтті мақта қызға береді. Ал мақта қыз мысыққа құйрығын береді.